Бұл жерде енді қант қызылшасын өсіру арқылы технологиялар. Басты нәрсе енді бізде қай дақыл болмасын, өсіру енді. Өсірудің ерекшеліктері өзіңіз көріп тұрсыздар. Бұл жерде қандай бағана? Енді мына жерде айтып тұр, қандай жерде, мысалы, қай жерде өсіру қанша пайыз көрсетіп тұр. Не, сорт дейміз, кей кезде біз өзіміз нақты бір нәрсеге көрсеткіш жасаған кезде біз сорт деп көбінесе сортқа не мән береміз. Бұл жерде міне сорттың өзі егер жылдық көрсеткішпен алса 14% не қылады, өзінің нәтижесін көрсете алады. Мына жерде 17% жердің орналасуы, қай жер, қандай жерде біз қызылшаны өсіріп жатырмыз. Сосын мына жерде айтып жатыр енді жылдық ауа райының температуралық көрсеткіштері. Ода білесіздер өзі қант қызылшасы суармалы дақыл, неғұрлым. Кей кезде бізде бір болады, біз құрғаққа төзімді дақылдарды дайындаймыз деп айтамыз. Ол дұрыс, құрғаққа дақылдайды. Мысалы, бірақ 3 рет, 4 рет суарылатын болса, бұны біз 2 рет суарылуға дейінгі апаратын жағымыз вегетациялық көреді. Бірақ міндетті түрде суармалы жерде өсетін дақыл. Суды жақсы көреді. 1 рет, 2 рет суарылмаса, қызылшаның өзінің несінің келешекте қанттылығына және өзінің өсу көрсеткішіне кері әсер тигізеді негізгі тікелей су. Міне, срок уборки, енді өздеріңіз білесіздер, удобрение. Енді густота состояния ол жиілігі. Біздер кей кезде болады 130 мың, 140 мың. Дрожжи тұқымдарда 130 мың, 140 мыңға дейін себеміз. Енді ол біз қалай есептейміз? Біз өзі бір өлшем бірлікте 1 гектарға 100 мың растение деп береміз. Біз соған соответственно 130 мың, 140 бен себеміз. Ол өйткені кезінде одан кейінгі істелетін технологиялық операцияларға байланысты мысалы. Бұл жерде шаровка бар, бұл жерде рыхление бар, бұл жерде культиватор бар. Осылардың барлығына есептей келе біз сондай бір позицияны аламыз енді. Қызылша 1 метр квадратта жоқ дегенде 5-6 штук болу керек. Одан көп болатын болса, соответственно, ол өзінің бағана площадь питаниясына бір-біріне жақсады. Екінші, одан жиі өсетін болсаңыз, ол бір-біріне кері әсерін береді. Бір жерге 2 дән түсіп қалатын болса, 2 өніп шыққаннан кейін, ол біріншісі де екіншісі де өспейтін болады. Соответственно, ол екеуі де бір-біріне кері әсерін тигізеді. Сол себептен біз неге қазір технологияның басты технологияларды алып отырмыз? Басты технологияға мән беретін себебіміз, біз қайсы шаруа қожалық болмасын, сіз аз шығындалып, көбірек өнім алу үшін осы технологияның бәрін сақтауыңыз керек. Соответственно, сол себептен біз бізден де жақсы білетін осы уақытқа дейін ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жүрген адамсыздар ғой. Бірақ кейбір жерде біз технологияны сіздерге көмектескіміз келеді просто. Бір жағдайын айтып, мынау былай істесеңіздер болады, мынау дұрыс жағы болады, мынау осылай істеуге болады деп. Мың центнерге, бірақ оны іске асыру үшін тиісті инвестициялық нелер қажет. Олар не істеуіміз керек біз мысалы? Заманауи технология тәуелдіміз. Біз қазір болашақта техникалардың бәрін жаңартуға тырысуымыз керек. Енді бізде бұрынғыдан келген, осы уақытқа дейін келген техникалар бар. Оны жоқ дей алмаймыз. Бірақ біз неғұрлым жаңа технологияларны қолдансақ, соғұрлым жақсырақ өнім алуға да ол белгілі бір себебін тигізеді. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, негізгі бөліктер бағана шамамен 40% өсімдіктер қорғау, оларды енгізу, топырақты өңдеу. Енді өздеріңіз білесіздер, топырақтың өзінде келесі слайдтарда айтып кетеміз, бірақ топырақты қызылша неғұрлым топыраққа қатты мән береді, басты себер алдында. Неге дейсіздер ғой? Өйткені өздеріңіз білесіздер, қызылша неғұрлым өскенге дейінгі аралықта өзінің бірінші 2 қос жапырақ, 4 қос жапырақ, 6 қос нағыз қос жапыраққа дейінгі аралықта өздерінің вегетациялық кезінде өсу көрсеткіші топыраққа тікелей байланысты болады. Неғұрлым топырақ майда және тезірек компактымен өткен, оған сәйкесінше болатын болса, ол өзінің өсу көрсеткішін тезірек жылдамдатады. Одан кейінгі аралықта қызылша көп нәрсеге тамыр жемісіне қатаралықтардың тоғысу жапырақтардың бір-бірімен тоғысудан кейін көп нәрсеге уже бірден технологиялық жағы емес, одан ары қарай іс-шараларға тікелей қатысты болады. Енді мына жерде қарап тұрсыңдар, тұқымға, сортқа байланысты. Бізде қазір өзімізде білесіздер, сорт жайлы енді. Көбіміз біздің 5-10% ғана отандық сорт алу мүмкін. Енді гибридтер, сорт дегенде бізде қазірде сорт жоқ, бізде гибрид. Гибрид дегеннің өзі бірінші, екінші поколениясынан алынған, бір-бірін скрещить етіп, бұдан өздеріңіз білесіздер ғой. Бидайдың өзінде 5 жыл кететін болса, қызылшада 10 жылға дейін кетеді. Өйткені қызылша 1 жылдық культура емес, 2 жылдық. Бірінші жылы тамыр береді, тамыр жемісін береді. Екінші жылы только ол өзінің өсіп өніп, тұқымын береді.
Сосын қызылшада тағы бір сұрақ бар, өте кей кезде біздерде бір туындайды сұрақтар. Біз неге отандық гибридтерді пайдаланбаймыз деп. Кейінгі кезде осы 5 жылда, 7 жылда ғана біз жұмыс істеп келе жатырмыз. Оған дейін жұмыс кішкене ортасында тоқтап қалды. Білесіздер енді ғылымда. Кей кезде қаржыландырады, кей кезде қаржыландырмай қалады ондай салаларда. Мысалы, кей кезде біз 3 жылдық проект ұтып аламыз, одан кейін келесі жылы оны жалғастыру үшін, тағы бір соған жұмыс істеу үшін, тағы бір кей кезде бір қайталанбалы түрде вопростар болады. Осылардың бәрін шешіп, біз осы бір 7 жылдың ішінде қазір жақсы гибридтерді енді таңдап шығарып жатырмыз. Сорт гибрид ретінде. Оларды өніп. Енді қызылшаның тағы бір айта кететін нәрсе, ол піскен кезде, екінші жылы, бірінші жылы сіз егесі тамыр жемесін қайтып алып, екінші жылы безвысыдочный дейді. Получается, тамыз айында сіз себесіз бұны, сосын тамыз айында себесіз де тұқым алу үшін. Бұны келесі жылға өту үшін екінші жылға жерде қалдырасыз. Оны үстін арнайы нелемен не қыласыз, ол сөйтіп шығады да келесі екінші жылы барып жеміс береді. Жеміс бергеннің өзінде де ол не қылмай қалады. Кей кезде бірдей піспей қалады. Осындай қиыншылықтар бар. Осының барлығын біз ойластырып отырып, өзімізге ары қарай гибридтер шығарып жатырмыз. Біз Қазақстанның несін не қылу үшін. Өйткені, енді мына жерде көріп тұрсыздар, негізгі талаптар, ауыспалы егіс. Бәріміз білеміз. Енді өзімізде кейбір жерде аз жер бар, кейбірімізде көп жер бар. Ол түсінікті. Сол бірақ міндетті түрде біз ауыспалы егісті сақтауымыз керек. Ауыспалы егісті неғұрлым сақталатын болса, ол жерде зиянкестерде, ауруларда, барлығы сіз көп нәрсені қолданбаймын, бірақ химияны қолданамыз бәрі, ол бізде қазір несіз. Бірақ сонда да бір белгілі мөлшерде сіз солардың бәрін сақтайтын болсаңыз, ауыспалы егісті сіз нақты жақсы өнім алуға былай неңіз көп. Ал енді мына жерде ауыспалы егіс, енді өзіңіздер қайтып тұр міне, өнімділік. Ауыспалы егісте топырақ негізгі өңдеу, тыңайтқыштар, гибридті бағанағы не таңдау. Енді топырақты алдын ала егуге дайындау, өсімдіктерді қорғау, суару, жинау. Енді жинаудың өзі бізде қазір білесіздер, неше түрлі жақсы техникалар келіп жатыр. Мен өзім білем, мысалы, түрік мемлекеттің жақсы техникалар келіп жатыр. Оны да қол жетімді, енді бір қатты қымбатты емес, осыларды алып шынымен ақ сіз неғұрлым далалық жағдайда өсірген дақылыңызды сол алқаптарда қалдырмай тез жинап алу, ол тікелей шаруаға ары қарай экономикалық тиімділігіне жұмыс істейтін сұрақ. Енді негізі қызылша өзі кей кезде аударамыз, ерте күзде аударамыз. Кей кезде біз бір соқаның несінде қарап жатпаймыз, бір қалай аударылған кезде байқамай қаламыз өзіміз. Енді ол біз әдейі бір жердің несін, рельефтерін бұзайық демейміз. Біз өзіміз қолда бар техникамызды қолданамыз. Сол кезде кей кезде кетеді. Терең жырту тоже өздеріңіз білесіздер. Топыраққа аса қатты жақсы емес. Өйткені терең жыртқан сайын топырақтың тығыздылығы көбейеді. Ертең сіз аударасыз үстіне, үстіңгі беті аударылған беті астына түседі. Одан кейін оны қайдадан өңдейсіз, сол тереңдеп бергеннен кейін топырақтың құнарлығы не болады? Жылдан жылға азая береді өзі. Сол себептен оның бір белгілі мөлшерде. Мысалы, қызылша үшін 25 сантиметр тереңдікте жырту, ол ең оптимальный несі варианты. Одан артық жыртудың қажеті жоқ ол сізге. Өйткені оның кейбіреулер болады, мысалы, арам шөппен күресудің де жолы осы топыраққа тікелей байланысты. Мысалы, көп жылдық арам шөптер бар, кей кезде боласыз. Мысалы, 1 жылдық арам шөптер бар. 1 жылдық арам шөпті сіз гербицидпен тоқтатуыңыз мүмкін, бірақ көп жылдық арам шөптер кей кезде қалып қояды. Тамыр қалып қояды, тағы бір көрсеткіштер қалып қояды. Сіз соны бағана жыртқан кезде үстіге аударасыз. Сол күзде қалады ғой сол. Сол күзде жыртқаннан кейін. Сол келесі жылға өсіп шығудың көрсеткіштерін мөлшерін азайтады. Ол бірден соның барлығын біз сақтасақ, онда біз соответственно өнімдікке жұмыс істейміз деген сөз. Міне де пашқа, бейтарапқа енді ол түсінікті. Жоғары биологиялық белсенді, құрамы тұрақты, қопсытылған, су режимі жақсы. Енді макро-микро элементтері тиімді мөлшерде қамтылған. Макро-микро элементтер кей кезде болады біздер. Әрбір дақылды өсіреміз. Мен кейінгі кезде дақылды өсіріп жүрмін өзім. Сол кезде бір-екі рет бір жерде байқадым. Қызылшаны өсірген кезде ішінде дуплисті қуыстылық пайда болады. Соны біз ары қарай жұмыс істеу үшін мен біраз жұмыс істедім. Сонда мен түсінгенім, әрбір микро-макро элементтің орны ерекше шынымен қызылшада. Сол жерде бор жетіспегендіктен сондай қуыстылық пайда болып қалады. Ол қандай деп көрдіңіз ба? Сонда сіз істеген нелеріңіздің барлығын, мысалы, осы Жамбыл облысында Шу ауданында бордың жетіспеушілігі жоқ.
Өйткені мен топырақты зерттеп жүрген жігіттерден сұрадым. Оған соответственно қызылша өсіруге ешқандай бір қажеттілік жоқ. Үстеме қоректендіріп бор беруге. Сосын енді pH 6,6 қара шірігі 1,5 кем емес. Қозғалмалы фосфор, алмаспалы калий енді өзіңіз білесіздер енді. Барлығы топыраққа керекті. Енді өзіміз білеміз. Біздерді өсіреміз, мысалы, нақты тілде айтқан кезде өздеріңіз білесіздер. Фосфорды күзде. Енді сіздер 200 килограмм, 300 килограмм. Мысалы, біз 300 килограмм береміз 1 гектарына. Но бірақ біз дробно береміз. 150-ді 1, 150-ді 1 себеміз. Өйткені чтобы освоение жақсы болу үшін. Екінші рет, келесі жылы біз соответствующий жерді тексергеннен кейін астақта қалғаннан кейін селитраны да мөлшермен беріп отырамыз. 150, 200, 250, 300-ге дейін. Біз соответственно соны есептеп отырамыз. Егер біз астатық оған необходимость жоқ болатын болса, ол біз ары қарай оны. Кейінгі кезде мынандай бір ұсыныс бар. Енді оны өздеріңіз білесіздер ғой. Мен фосфорды көп берем, мен селитраны көп берем, бірақ өнімді көп алам деп. Жоқ, ондай. Артық нәрсе топырақта қалып қояды. Артық нәрсе дақыл өзінің бойына ала алмайды. Енді өзіміз білеміз, қай нәрсені де артық жесек, бәрі сондай ғой. Сол сияқты ол дақыл да сондай тірі организм болғаннан кейін, ол өзінен бойына ала алатын затты ғана алады. Қалған артты біз артық берудің қажеті жоқ. Біз артық береміз де көп шын шығарамыз да кейін айтамыз ондай деп. Жоқ, барлығын орнымен беруіміз керек. Енді ауыспалы егісті бағана айтып кеттік, мына жерде енді көрсетіп тұр. 4 танапты, 7 танапты. Неғұрлым біз ауыспалы егісті неғұрлым жақсы түрде қоя аламыз біз сол себепте. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, күздік бидай себесіздер. Мысалы, қант қызылшаға күздік бидай алғы, жақсы ақылғы дақыл бола алады. Көп дақыл. Біз енді ол неге байланысты? Біз ең соңғы рет тек қазір майбұршақ дейді ғой, Қытай бұршағы, майбұршақ. Соядан кейін кейбір жерлерге рекомендация бермейміз. Не үшін? Өйткені соответствующий сояға қолданылған арнайы гербицидтер, инсектицидтер, пестицидтер, бұлар қызылшаға тікелей қарама қайшы. Сол себептен біз соларға ауыспалы егістінде 2 жыл, 3 жыл тұрғаннан кейін жер, соответственно, арпа, бидай, тағы осылай нелерден кейгенен кейін барып, қызылшаға түскенге біз не береміз? Міне көріп тұрсыздар, қысқа танапты ауыспалы егіс. Енді өздеріңіз білесіздер. Ешқандай ауыспалы егістікті енді сіздер бізде қалай түсінеміз, сіздерде солай қалай түсінесіздер. Ауыл шаруашылығы маманы ауыспалы егістікті міндетті түрде түсіну керек. Ол бізге керек міндетті түрде. Біз неғұрлым осыны сақтаймыз, соғұрлым осылай істей аламыз. Міне көріп тұрсыздар. Бірінші соя, күздік бидай, қызылша. Мен бағана айтып тұрмын, күздік бидайдан кейін қызылша. Қызылшадан кейін сіз барлық дақылды себе беруге болады. Ешқандай қорықпай. Ол алғы дақыл ретінде. Топырақтың, мысалы, өз білесіздер, соя азот фиксация жасайды. Сол клубня түзетті, тамырда қалдырады. Ол жақсы. Фиксацияны, ауадағы фиксацияны жасайды. Бірақ бір бағана айтып кеттім, сол арнайы қолданылатын нелер химиялық препараттардың кері әсері болуы мүмкін. Ал мына жерде күздік бидай өздеріңіз білесіздер. Күздік бидай күзде себіледі, ерте көктемде жиналады. Жиналғаннан кейін бұл одан кейін дайындалып, қызылша ебуге мүлдем. Кей кезде қызылшаны тастап, келесі жылы 2 жылдықты нені қатарына сепкен 2 жылдық күздік бидайдан кейін қызылша себіп жатады. Қызылшаға неғұрлым топырақтың бір-бірімен сәйкестігі, топырақтың бір-бірімен ыдырауы, бір-бірімен жанасуы, осылардың барлығы тікелей әсер етеді. Енді мына жерде арпа, жоңышқа, күздік бидай, қызылша. Енді жоңышқадан кейін себетін кезде білесіздер, жоңышқаның тамыры өздеріңіз білесіздер, қанша метр. Кей жерлерде суы, жер асты суы өте терең жерлерде бұл 1,5-2 метрге дейін судан влага алу үшін сондай төмендейді бұл. Сол себептен. Кейін сіз оны қайдадан бұзған кезде сіз жыртасыз бұл жерді тегістейсіз. Содан келесі жылға өтем дейсіз ғой енді бидайға. Сол кезде кейбір кезде тікелей тамырлар қалып қоятын болса, сіз сеялкамен өткен кезде соған түсіп қалатын болсаңыз сол жерге, сол нелері кері әсерін тигізуі мүмкін. Басқа дақыл ретінде, алғы дақыл ретінде ешқандай несі жоқ. Кемшілігі. Мына жерде күздік бидай, бұршақ дақылдары, күздік бидай, күздік арпа, қызылша жүгері. Енді арпаны білесіздер, фитосанитарный не екенін өздеріңіз білесіздер. Арпа сепкен жерге ешқандай культураның қатыссыз бәрі себу болады. Арпа өзі негізі жерді жақсартады. Жерді қауіпсіздік көрсеткіштерін де жоғарылатады. Ол өйткені арпаның өзінің болады күздік арпа и жаздық арпа деп. Бірақ бәрі айтып қойды, двуручка дейді ғой. Бұл күзде де себе бересіз, жазда да себе бересіз. Оған ешқандай несі қиындығы жоқ.
Одан кейін қазір соответственно күздік бидайды күзде егесіз, оны аласыз, жаздық бидайды жазда себесіз, одан кейін қайтадан күзде өстіп сеаборот ауыстырып отыратын болсаңыз, жеріңізге де жақсы, өзіңізге де жақсы, экономикалық тиімділігіңізге де біраз жұмыс істейді. Негізі өңдеу, көріп тұрсыздар енді. Негізі өңдеу өзі жерді кей кезде біз малалаймыз, одан кейін үстін тегістеп жүргізіп атамыз, тырмалаймыз, әрбір несін көрсетеміз. Содан кейін отырамыз. Енді бір 100% тегіс жерге енді ешкім мұндай деп атқан жоқ. Бірақ неғұрлым сол жердің тегістігі, сосын жерді қызылша себетін кезде міндетті түрде жер тегістеледі, компактордан өткеннен кейін үстіне каток жүргізу керек негізі. Первичный каток жүрген кезде жердің сәл тығыздығы тіркеледі. Одан кейін үстіне кейінгі катоктан кейін жүрген тұқым бір тегіс түседі. 3 сантиметр тереңдікті аласыз ба, плюс-минус 3,5 сантиметрге ғана түседі. Одан терең түспейді. Осының барлығын біз қарауымыз керек. Біз сіздерді үйрету емес, біз сіздермен бірге жұмыс істеу. Бізде бар нәрсені сіздерге, сіздердегі бар нәрсені сіздер практикалық жағынан қанша нәрсе жасай аласыздар. Мен мынанша жерге, 100 гектар жерге сеп аламын. Ол потенциал қалай болады? Осының барлығы. Мысалы, сіз жоқ деген кезде қазір 10, 50, 60, 70, 80 гектарға дейін қызылша сеп жатқан адамдар бар ғой. Мысалы, мен меркемен жұмыс істедім, Сыпатай шаруа қожалығы. Биыл о кісілер 80 гектар жерді освоить етті. Негізі 200-ге дейін келген су проблемалықтан 70 тоннадан айналды орташа. Жоқ, дядя ол емес, кім? Шайхиев Қанат. Енді мына жерде алғы дақылды бағана айтып өттік. Енді өздеріңіз білесіздер, алғы дақыл ретінде. Бағана бидайды алғаннан кейін міндетті түрде жерде енді қалады ғой, сабаны бар, бағанағы үстіне. Кей кезде біз оны өртейміз. Өртеу ол дұрыс емес. Соответственно. Ол өртет деген сөз топырақтың бетіндегі микроэлементтерді сіз өртеп жүрдіңіз деген сөз бірге. Оған енді өздеріңіз жұмыс істеу керек. Оған наоборот измельчать етіп, кішкене аздан кесіп кәдімгі тырмалайтындар ғой. Соны сөйтіп наоборот топыраққа енгізсеңіздер, ол топырақтың артында қуыстылықпен бірге жақсы әсерін береді. Ол 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл тұрмайды ғой. Ол 1 жылдан кейін ары қарай өзі шіру процесіне жүреді, аударылғаннан кейін. Ол оған соответственно су түседі, жаңбыр түседі, осы процестер организмде пайда болғаннан кейін ол шіру процесімен топыраққа өзінің наоборот жақсы әсерін береді. Мына жерде енді қараңыздар, біркелкі өну, шірікті болдырмау, жақсы өнім қалыптастыру үшін осылардың бәрін жұмыс істеуіміз керек. Енді бағана шіріктің егер біз сол бағанағы жерлерді үстін күйдіру, бағанағы арнайы жұмыстар істемесек, онда біздің керісінше өнімділігімізге тікелей әсер етеді. Біз өзіміз байқамауымыз мүмкін. Біз 50 тонна алатын жерден, мысалы, или 60 тонна алатын жерден 30-40 тонна алуымыз мүмкін. Бізге ол басынан бір бүйтіп келіп сразу айтылмайды. Кейін өз жүре сходтың бағанағы өніп шығудың, одан кейін 2 қос жапырақтың дамуы, 4 қос жапырақтың дамуы, осылардың барлығы нашарлауы мүмкін. Тікелей фотосинтез ғой, енді күннен түскен ол қызылшада басты нәрсе жапырақ жұмыс істейді. Жапырақ аппараты. Фотосинтез процесі. Неғұрлым жапыраққа көбірек, сіз бағана айтып жатыр, бір жерде бар биостимулятордар, листовой подкормка деген бар. Неге беретін? Жапыраққа. Ол басқа дақылдарға білмеймін, бірақ қызылша дақылына өте қатты жақсы көмегі бар. Сіз неғұрлым 1 рет, 2 рет, 3 рет листовой подкормка жасайсыз, жапыраққа тікелей бағанағы шашу арқылы жапырақты қонақтыңыз. Иә, сондай жақты. Бұл өйткені тамыр жемісті. Міне арам шөптермен күресу енді. Бағана мен бір рет айтып кеттім енді. Енді торнадо, раундап, қазір білеміз ғой енді химияның бәрін қолданып жатырмыз. Бірақ раундап, торнадо сплошной действие, өздеріңіз білесіздер. Бағана арам шөптердің бәрін өткеннен кейін қайдан бір өтіп шығады да, түгел ол жойып жіберуі мүмкін. Бірақ кейбір жерлерде бар, астына түсетін, үстіне түсетін осындай арам шөптер кейін біз қызылшада қалай онымен күресеміз? Бірінші өткеннен кейін қызылша сепкеннен кейін 15 күндік, 2 декадан кейін біз оған бірден шаровка жүргіземіз. Шаровка деген білесіздер ғой өздеріңіз. Естігендеріңіз бар, арнайы лезві, 2 ортақты аралықтағы арам шөптердің бәрін қиып өтеді. Одан кейін біз 3 декада, 4 декада, 1,5-2 ай өткеннен кейін біз біріншіден не жібереміз оған? Рыхление междуряд. Қатаралығын қосытамыз. Қызылшаға қосыту міндетті түрде. Өйткені тамыр жеміс түрінде неғұрлым ол өзінің өсу процесінде нейтральный фазаны ұстайды, соғұрлым ол өсу көрсеткішін дамытады. Оны біз кей кезде боламыз, қазір неше түрлі технология өтіп жатырмыз ғой енді, су шаруашылығы мысалы, судың проблемасы шешілмейтін келеді. Біз тамшылатып өтуге керек, жаңбырлатып өтуімізге керек. Ол міндетті түрде егер біз сол технологиялық. Олар суды экономдаймыз. Олардың технологияның жақсы.
сол кейбір қызылшаға бір-екі момент не қылатынбыз, оны ол үшін алдын ала рыхление жасап алып, одан кейін барып кейбір кезде не тартып атады ленталарды. Ол соответственно соған келу керек. Өйткені қызылшаның тамыры, ал тамшылатып суғаруда қалай қосымша несі үлесі жоғары. Ол өйткені сіз нақты қызылша түскен жерге тамшылатасыз ғой. Сол себептен тамыр көрсеткіші неғұрлым ылғалды болып тұрған сайын, ол өзінің бағанағы сіз берілетін механический түрдегі рыхлениені қажет етпейді кей кезде. Ол өзі сол соответствующий топырақтың өзі ылғалдылығы жоғары көтерілген сайын, ол өсу көрсеткішін бірден анықтап отырады. Сөйтіп үстеме қоректі тамырына беріп отырады. Міне енді бағана мен айтып кеткен 27-30 сантиметрге жыртылуға тиіс. Жеттің тереңдігі 1 келкі, аударуда да 1 келкі. Енді аударған кезде кей кезде біз соқамен аударып жүреміз, кей кезде өлесте бір жер бугор болып жатады. Ол жерге соответственно влага не қылады? Көбірек түсіп кетеді. А мына жаққа біз соответственно влага аз береміз, аз болып қалады, Кей кезде қар тоқтатамыз ғой біз, артқы жағын көтеріп, дамба жасап, соған қар тоқтату жұмыстарында жүргіземіз. Сол кезде де жерді неғұрлым тегіс сақтасақ, соғұрлым влаганың барлығы орташа қалыптасады. Біз кейін ол влага бізге нағыз өскенге дейінгі ғана көрсеткіш бере алады. Сол сақтап тұратын влаганы біз сеуіп, бірінші 2 қос жапырақ, 4 қос жапыраққа дейін алып алу өнгіштігінің пайдалануымыз керек. Бастысы. Міне енді соқа түрлері бағана айтып жатыр ғой, енді әртүрлі кей кезде бізде бар, мен өзім байқап жүрмін, 12 тіркемелі, 14 тіркемелі, неғұрлым андай К700 тракторлар неғып жүреді, бағана өзіне шат бағана неғып жүреді. Олардың бәрі жақсы енді, бірақ кей кезде болады енді, трактормен кіресіз, неғұрлым плогыңыз үлкен болып, 2-3 рет айналып шыққаныңыз жақсы ғой. Чем 4 сенекті нені соқаны іліп алып, сіз қайтадан бір басқан жеріңізді 2 рет, 3 рет, 4 рет басып көте бересіз. Ол неғұрлым сіз білмейсіз, байқамайсыз, бірақ плотность көте береді. Мысалы, бізде мынандай бір өзімізде эксперимент болды. Қызылшаны себесіз, бірақ 2 рет өтесіз ғой сол бір жерге өтіп кеткен жерге. Екінші стекке бүйтіп айналасыз, сол кезде селкаңыз соған түседі. Сол 2 рет түсіп кеткеннің өзінде де мына жақтан гөрі несі өсіп өнуі кішкене нашарлау. Өйткені ол топырақтың плотності жоғарылап кетті. Сіз оға дейін бака өніп шыққа дейін ештеңе істей алмайсыз. Сол нелердің барлығын сақтауымыз керек та қатаң. Міне егіс жұмыстары енді. Ылғалды сақтау, бет алды жүру. Енді ылғалды сақтаймыз деп кей кезде болады. Қызылшаның бетін мысалы болды. 2-ші декадада біз қызылша себеміз деп. Егер қазгидрометтің бір нақтылы осындай суық болады, 10-15 градусқа дейінгі деген арнайы несі болмаса, нұсқамасы, қызылшаны 2-ші декадада себеді, апрель айының 2-ші декадасы, сәуір айының 2-ші декадасында. Ол кезде біз енді кей кезде боламыз, бір жыртып қоямыз, топырақтың бетін бір компактымен өтіп қоямыз да, оны болды, келесі тұқымды күтеміз, қазір тұқым келеді деп 1-2 апта өткізіп аламыз. Одан кейін барып, оның тағы бір рет компактымен өтеміз. Не қылып атымыз біз? Лишний влаганы ұшырып атымыз ауаға. Сол себептен біз алдын ала жоспарлауымыз керек жұмысты. Егер біз қызылша себеміз ба, болды, нақты, ертең себеміз, біз дайындаймыз осы нәрсені, арнай тұқымымыз дайын, барлығы техникамыз сай. Енді ол, конечно, техниканың кейбір кезде болмайды, бірақ қосымша техникаларымыз бар ғой. Соларды қолданып, біз себеміз деген кезде дайындықта ғана жерді дайындап, тегістеп өтуіміз керек. Қайта-қайта жерді жүргізе беру, ол да өздеріңіз білесіздер, лишний влага. Енді ол влага жабу, ерте көктемде жабамыз ғой бәріміз, білесіздер. Неғұрлым сақтау керек сол влаганы деп. Топырақты егуге дайындау. Тереңдігі 3-4 сантиметр. Енді бағана тағы бір рет айтып кеттім. Топырақты неғұрлым қызылшаға майда топырақ. Енді кей кезде бұлар айтады, топырақтың тереңдігі, сәйкестігі, аударылуы, тегістігі барлығы сәйкесінше, бірақ майдалығы да әсер етеді. Топырақ өйткені біздің сеуіп атқан қызылшамыз дәні өте кішкентай. Мелкосемьяный деп қояды, дәні кішкентай. Мысалы, сояны білесіздер, соответственно, бидайды білесіздер. Басқа дақылға салыстырмалы түрде басқа дақылдан алған кезде қызылшаның несі, тұқымы өте не. Сол себептен ол нәзік болғанда ол бірінші өнгіштігінде жерге түскеннен кейін полиялық жағдайда, далалық жағдайда жерге түскен кезде бірінші 10 күндікте өзінің өсу көрсеткішін неғұрлым тез влагамен сақтап, соответственно, температурамен сақтасаңыз, көтеріп аласыз. Одан егер сақтаймай қалатын болсаңыз, онда сіз қалып қоясыз. Мысалы, осындай бір жағдай болды, енді ол өзі не қылады? Жер уақытын жіберіп алған, бірақ температура 27 градус болып кетті, ыстық.
Ол кісі септі де үстіне сразу капельный орошение шланг тартты. Сот берді, оған ешкімнің не жоқ, бірақ өсу жылдамдығы болмай қалды. Көрдіңіз бе? Сіз енді өзіңіз ойлаңыз. 17 градуста қалай өседі, 10 градуста қалай өседі, 12 градуста қалай өседі қызылша. Осының барлығын әрбір этапты біз сақтап отырмыз керек. Сол кезде біз дружный сход. Сосын өнгіштігінде, тамыр көрсеткішінде, жапырағында, одан өсуінде, қатаралың тоғысуында, сосын бір-бірімен тоғысуында барлығын қараймыз. Мына жерде міне компактор деп отыр ғой енді міне. Осы міндетті түрде қызылшаға кей кезде жүру керек. Кей кезде бұл сақталмай қалады. Бұл бағана майдаланған топырақтың кәдімгідей бір оборот өтіп шығатын болса, соответствующий топырақ шынымен-ақ кәдімгідей майда түрінде келеді. Бұл бізге өсімдікті бағана сепкеннен кейін уже ары қарай өңгенге дейінгі 10 күнге дейінгі аралықта жылдамдықты көбейтеміз. Міне бағана посевтерді айтып жатырмыз ғой, глубина посев. Міне 2-3 сантиметр. Почваның енді кей кезде ойлайды, кейбір неде келтіреді 5-6 градустан жоғары болса болды деп. Жоқ, 8-9 оған соответствующий нағыз температура. Жердің температурасы 8-9 градустан. Одан төмен болатын болса да сәл тоқтатып өзінің процесін тұрады. Кей кезде болады, себепсіз 10-15 күнде сход береді. Ол топырақтың жылымауынан себеп тікелей. Мына жерде глубина бағана тереңдігі 3 сантиметр. Ал анда егер топырағың сәл влагасы енді көрдік қой бағанадай, ондай болса 4 сантиметрге дейін допускается. Енді жіберіледі 4 сантиметрге дейін түссе, өйткені сәл астында ылғал бар ғой, сол ылғалды өзі соответствующий алуға тырысады. Енді бағанаға айтып жатырмыз, 80-100 мың растения. Бір пассивной деп алады ғой, бір пассивной, бір бірлік, оның ішінде 100 мың растениемен неғылған, расчетта. 100 мың өсімдік бар. Бір гектарға 100 мың өсімдік себіледі негізі. Кей кезде біз 100 мың, 130 мың растениеден берілеміз, өйткені рыхление, шаровка, бағанағы нелердің барлығы осымен есептеледі деп. Енді влажный сөздеріңіз көрсетіп тұр, міне сосын чернозем, междуряд. Енді бізде междуряд 40 сантиметрден 70 сантиметрге дейін аралықта себіліп келді. Мысалы, опытный делянкада 50, 60, 70, бірақ производственныйда 50. Өйткені жерді көп те алмайсыз, қатар аралықты сидыра аласыз 100 мың растениені осы неге. 50 сантиметр бір-біріне қоректік ортаға сәйкесінше. Одан көп болып кетсе де ортада қоректік затты бәрі пайдалануымыз керек қой. Сол себептен 50 сантиметр бір-бірінің арасын неғылмайды. Мына жерде жытылатын бағанағы нелерді айтып тұрмыз енді. Неше түрлі қазір енді техниканың несі ғой, қай техника болмасын енді. Бірақ техниканың өзінде де жүргізілетін техникалар бар. Алдын ала дайындалатын техникалар бар. Оны біз енді күзде дайындаймыз, ерте көктемде қалай келтіру керек, бірінші не жүргізу керек, бірінші қалай тоқтауымыз керек, осы ауыспалы егістің қандай дақыл болады. Кей кезде болады кукуруза жүгері дақыл түсіп қалады. Жүгері дақылын білесіздер, тамыры өте қатты. Енді сіздер тікелей тамырмен бірге неғылғаннан кейін 20-25 сантиметр аударған кезде тамыр кей кезде үстінде қалады. Соның өзін арнай тырмалармен тазаланып барып, одан кейін барып текстелметін болса, ол да кішкене кері әсерін тигізеді. Андай мелкосемянный нелерге, тұқымдарға міндетті түрде кері әсерін тигізеді. Міне, енді бағана айтып тұрсыз, селка. Мысалы, 4 рядный, 6 рядный, 8 рядный, 12 рядныйға дейін қызылша сепкіштерінен сеп аламыз. Қызылша. Мысалы, бағана зерновой, зернесі, точный посев. Енді қазір барлығы точный посев көт. Нақты, тікелей сеу. Бұрын қалай болады? Бұрын инкурсивный тұқым себетіміз. Дрожжерный семенаны кейін осы үлкен фирмалар, Флоримон Депре, КВС, осылардың барлығы нақтылы түрде неғұрлым ненің қызылшаның тұқымын неғылмай. Сосын әрбір жерге түскен дәннің өнгіштігі 95-97%-дан жоғары болып тұрған болғандықтан, сол себептен біз тікелей нақты жерге ғана себеміз. Мысалы, дрожжерный тұқымды тексеруде лабораторияда өткен кезде 96-97% өнгіштігі болу керек. Одан кем болатын болса, ол стандартқа өтпейді. 3,5 мен 4,5 ненің ғана 3,5 мен 4,5 диаметрде. Одан артық та болмайды. Өйткені сіз 4,5-нан артық болып кететін болса, оның сыртындағы слойында қосымша қабаттар көп деген сөз. Сол себептен ол кейін ол өзі дән жарып шығу қиын болады. Ал егер одан аз болатын болса, сіз соответственно оған фунгицид или инсектицид бір нәрселер, көп нәрселер берілмей қалуы мүмкін. Ол да кері әсерін тиюі мүмкін. Сіз түсіресіз дәнді, себесіз, ол всход шығады, всходтан шыққаннан кейін корнеет деген бар, мойын шірігі.
Ол жеп кететін болса, ол сізге көмектесе алмай қалады. Мысалы, қызылшада басталады, сіз бүгін наблюдат етесіз, 10 күнде наблюдат етпейсіз ғой. Енді бір күн, мысалы, жұма күні бардыңыз, сенбі күні жұмысыңыз болмай қалды, ал жексенбі күні баратын болсаңыз, егер бағана мойын шірігі басталатын болса, жұма күні, ол неге дейін, дүйсенбіге дейін кәдімгідей 30-40%-на дейін өтіп кетеді. Сіз соны тоқтатамай қаласыз. Сол себептен барлық нәрсені уақытында қарап, бағана уақытында жүргізіп. Мен бағана дәнге деген, сосын 3,5, 4,5, 2,5, 3,5 дейді, сосын дрожжи, полдрожжи дейді, жартылай дрожжиленген, инкрустированный. Ал инкрустированный тұқымды себесіз, полевой скорості 7 күнде шығады, бірақ оны бұрынғыдай жұмысы көп еді. Оны изрежет етуіңіз керек, жиілеуіңіз керек. Бір пагонометрде 6-7 өсімдіктен ғана қалдыруыңыз керек, қалған алып тастауыңыз керек. Өйткені олар бір-біріне кері әсерін тигізеді. Ал қазір дрожжи деген не? Нақты. Сөзсіз болды. Бір пагонометрге 6 дән шығады, 6 дәннің 6-ауы да 100% ыстықотпен шығады. Кейін арғай онымен өзіңіз соответственно жұмыс істей аласыз. Міне енді егістікке, бағанағы өзіңіз білесіздер, егістікте қызылша сеу үшін міндетті түрде сіз пойлаңызды өзіңіз жақсы жағдайын білуіңіз керек. Бағана айтып жатырмыз ғой, неше түрлі нелер болады. Бұл жерде қызылшаға фосфор, аммиачный селитра вегетациясы кезінде, калий, бор, молибден, марганец, бұлар міндетті түрде беру керек. Енді микроэлементтер өздерінің несі бойынша соответствующий граммен беріледі, а калий 30 килограмм гектарына действующий веществосы берілу керек, соответствующий. Одан аз берілсе де кей кезде кері әсер етеді. Калийдің өзінде ал аммиачный селитраны вегетация кезінде бірінші рыхлениеде бір рет бересіз. Енді өзіміз бәріміз көріп жүрміз ғой, алдында бункер бар. Қай селкаларымыздың бәрінде, дұрыс па? Тікелей сол сепкен кезде рыхлениеде қосымша аммиачный селитраны тастап кете береді. Бірге үстеме қоректендіріп кетеді. Сөйтіп екі рет қоректендіретін болсақ, мысалы 150 килограммнан 300 килограмм, ол жетеді қызылшаға, мысалы, өзінің айналасындағы соншалықты өзінің потенциал өнімін беруге. Мысалы, бізде бар қызылшада екі нәрсе бар. Кормовой қызылша бар, қант қызылшасы бар. Бағана сіз айтып жатқандай сапалық көрсеткішіне. Сапалық көрсеткіші қанттылығына. Мысалы, қант қызылшасында 13%-дан, енді 12%-да да болуы мүмкін, енді оны мен не қылмаймын, 13%-дан стандарты бойынша 13%-дан 17%, 18%-ға дейін қанттылығы болады. Ал кормовой қызылшада, соответственно, 5-6% ғана қанттылығы. Бірақ кормовой қызылша қант қызылшасына көрген кезде жақсы өседі, көп өседі. Өйткені оның генный модификациялық ішкі құрылысы тез дамыған. Өйткені оның пайыздық өлшемінде 90-95%-ға дейін су болады. Сол себептен ол мал азықтық ретінде тез өседі. Мысалы, қантты қалыптастыру былай ғой, жапырақ қалыптастырады, жапырақтан кейін сіз орталықта. Ал сіз соответственно осы тексеріс көретін болсаңыз, біз ойлаймыз, жапырақ болғаннан кейін основной аппарат жапырақ. Жапырақтың жанында қанттылық көбейеді деп. Жоқ. Жапырақ қанттылық орта деңгейде, не болса астыңғы деңгейінде көбірек қалыптасады. Өйткені ол листовой аппарат береді, сол екі ортада қалыптасады. Енді бұл қант қызылшаның да өзін білесіздер, 90%, 85%-на таман су айналасы. Енді бір айтып кететін нәрсе, біз салыстырмалы түрде айтып кететін болсақ, бізде мысалы 1 тонна қызылшадан соответственно 140 килограмм, 240 килограммға дейін таза қант ала аламыз. Ал шет мемлекеттер, мысалы, салыстырмалы түрде КВС фирмасы 1 тонна қызылшадан 340 килограмм, 400 килограммға дейін қант ала алады. Таза. Енді обработкадан. Мысалы, біз қант қамысына өтеміз дейміз. Қант қамысын өңдеу оңай дейді. Бірақ бірақ қазіргі кезде енді қант қамыс өзіміздің қасымызда ауыл шаруашылығы дақылы тұрып, қант қызылшасын өсіріп, осыны ары қарай дамытып, соответственно осыны өсіргенше, ана жақтан экспорт жасау бізге де не емес қой. Егер біз шынымен-ақ дұрыс пайдаланып, қант қызылшасын дұрыс өндіріп, осы жетіспей жатқан нелердің барлығын біз беретін болсақ, онда соответствующий бізде шаруа қожалықта тиімділігі артады. Өкіметтің де бағанағы несі айтады. Енді бұл жерде мен бір айтып кететін нәрсе қант қызылшасының. Қант қызылшасы бағана стратегиялық дақыл болғандықтан бұл жерде бір нәрсе бар. Тек бәрімізге түсінікті, бұл жас баланың қажетті, күніне қажетті глюкоза бар. Глюкоза басқа басқа қант қамысынан болсын, бағана сіз айтып кеткен заменительдерін ешқайсынан бере алмайды. Таза балаға керекті, мысалы 150 грамм, мысалы күніне өсіп келе жатқан балаға 150 грамм глюкоза керек болатын болса, ол тікелей қанттан ғана алынады. Ал басқа нәрселер еріп, оған глюкозаға өтпейді.
Сол нәрсені біз түсінуіміз керек. Сол себептен стратегиялық дақыл деген бағана бір нәрсе. Ал қант қызылшасын неғұрлым дамытып, бағанағы көбейтіп, енді қараңыз, биыл суды білесіздер, тапшылығына байланысты өзі акиматтан осындай бір нелер келді, может быть, суға қатысы бар көп суарылатын дақылдарды азайту керек шығар деп. Бірақ қант қызылшасын неғұрлым ұстау қазірдің өзінде 6-9 гектарға ғана қалды. Сіздер білесіздер, мен бір несін оқыдым. Осы Совет Союз кезінде, жаңылыспасам, 72 жылы, 73 жылдары біздің көлем 120 000 гектар болған. Қазақстанда. Тек Қазақстанда. Мен басқа мемлекетті алмаймын. Мысалы, мен Қырғызстанды алмаймын. Мысалы, Ресей мемлекеті алмаймын. Біз Қазақстанның өзінде 120 000 болған. Оған біз қалай жеттік? Иә, таза қант қызылшасы, тамыр жемісін алатын. Ал бізде қазір 9 000. Енді есептеп көріңіздер, біз енді қалай неғып кеттік, түсіп кеттік. Мысалы, ортасына қанша. Бұл бір басты проблема бізде тұқым шаруашылығы болып тұр ғой, енді өздеріңіз білесіздер. Бізде қазір отандық тұқым жоқтан қасы десек болады енді. Бірақ біз соған жұмыс істеп келе жатырмыз. Әлі де жұмыс істейміз. Өйткені бұның міндетті түрде біз өзіміз басқа мемлекетке независим болуымыз керек тұқымнан. Өйткені жылдан жылға білесіздер, бағасы да көтеріліп келе жатыр. Стратегический бағыт ретінде. Осының бәрін біз реттеуіміз керек. Міне мынау мен өзім сүрген біздің далалық жағдайдағы міне поля. Өзіміздің поля. Көріп тұрсыздар міне сходтар қалай. Бір келкі. Міне қатаралықты да көріп тұрған шығарсыздар қанша сантиметр? 50 сантиметр. Тегістігі де. 50 ме? Иә, арасы 50. Ненің арасы 50? Қатар екі өсімдіктің қатар аралығы 50 сантиметр. Ал бір погодный неде метрде 8-7 болады. Иә, не беріп тұрған дән, иә. Иә, 1 метрде. Бұл енді айтып жатырмыз ғой, бағана сіздер айттық қой, біз ортасын рыхлять етеміз, ортасын шаровка жүргіземіз. Сол кезде кей кезде болады ғой, бір артық дән түсіп, бір жағына қарай шығып тұрып, көріп тұрған шығарсыздар. Солар шаровкамен өзі кетіп қалады. Бұл равномерно өседі өзі дақыл. Сосын өзі білесіздер, несі бағанаға кейбір дәндер болады. Егер многосемянка болатын болса, жан жақтағы нелер болады. Жан жақтан шығып кетеді да, тамырлар, как будто бір үлкен қошқардың бас сияқты үлкен жағынан. Ал егер сіздікі односемянка болатын болса, бірақ не болатын болса, тек бір жерден ғана дән неғысы береді. Тамыр жабып шығады. Сол жапырақ соответственно бір жерден ғана береді. Сізге бағанаға сыртқы мөлшері, өту көрсеткіші, бағана өсуі, сосын сыртының барлығы нормаға сәйкес келеді. Енді сіз средний есептесек, енді просто қазірге айтып кететін. Мысалы, 1 гектардан 100 000 растение ектіңіз дейді. Мысалы, 100 000 растениеңіз бар, 130 000 растение, қалды 80 000 растениеңіз. Бір қызылшадан сіз 1 килограмм емес, 800 грамм ғана алатын болсаңыз, сіз соответственно есептейтін болсаңыз, 80 тонна өнім сізге келді деген сөз. Ары қарай арифметиканың қажеті жоқ деп ойлаймын, мен түсінетін. Жоқ, бұл капельный емес, бұл дождевальный еді мен. Иә, айналып тұратын. Анда фиксация бір жіберген кезде 30 метр диаметрді қамтамасыз етеді. Круговой. Я радиусты қабылдады. Ана, не ма? Катушечный ма? Иә, одан кейін бізде екінші бір несі бар. Біз 50 гектар жерді капельный орошениемен. Бізде 8 резервуар бар. Әрбір резервуар 40 тоннаға дейін суды қамтамасыз етіледі. Енді тағы бір айтып кететін нәрсе, қызылшаға неғұрлым ерте көктемде көтеріледі, соған су беретін кезде бірінші резервуарда біз судың температурасын сәл неден астынан, неден шығып атқан, скважинадан шығып атқан сулар бар, ақ келіп атқан сулар үшін жылиды ғой. Сол себептен температурасын сәл жылғып береміз. Сол кезде қызылша неғұрлым стресске ұшырамайды, бірден өзін асып етеді. Ал егер оған бірден суық суды неден алып беріп жесеңіз, онда стресске ұшырап қалады да, ол өз түсінбей қалады енді. Мұздап тұрған адамға тағы су беретін болсаңыз, ол да тірі организм ғой енді бізде. Температура средняя воды должна быть. Енді қараңыз, сіз өтіп келе жатқан су бірден, мысалы, арықтан басынан алып келесіз, мысалы, неден біз скважинадан аламыз. Скважинадан аламыз, я холодный скважинадан. Енді ол плюс-минус. Біз енді 7, 9, 15-ке дейінгі аралықта ұстаймыз. Өзінің көрсеткіштерін. Сөйтіп барып беріп отырамыз. Енді неғұрлым одан кейінгі қатар аралықта су температура көтерілген сайын, жылы судың қажеттілігі жоқ болады ол кезде. Өйткені өсімдікке келген сайын ол су өзінің температурасына түседі. Мына жерде міне культиваторлар. Міне мына біз алқап мына бағанағы. Бұл стационарлық алқап, бұл жерде 4 гектар
біз сеуіп жатқан қызылша. Бұл қызылшада шетелдік сорттар емес, біздің отандық сорттар. Бізде отандық сорттан қазір бізде 4 сорт негізі басты бағытта: Айшолпан, Ақсу, Памет Абуғалиева, Шекер, Тараз деген сорттар бар. Біз Таразды негізі осы Жамбыл облысына арнайлап неғамыз. Бұл жерде көрсеткіштер кей кезде болады, өзінің бір ішкі несі бар, сыртқы несі бар, формасы. Сосын бана нелердің, осылардың барлығына соответствующий біз неғымыз керек, көрсетуіміз керек. Міне өнімділігін арттыру технологиясы. Енді өздеріңіз білесіздер, бағанағы сақталып отқан. Танаптау, ауыспалы стексіз сақтау, топырақты өңдеуді не қылу. Сосын егер сіз осылардың бәрін сақтайтын болсаңыз, бағана гектарына 60 центнер, 80 центнерге дейін өнімді алуға болады. Өздерінде сыртында енді білесіздер, тұқым келген кезде өзі потенциальный урожайность көрсетеді ғой өзі. Мысалы, егер максимально біз қалыптассаңыз, мысалы, 100 тоннаға дейін бере аламыз, мысалы, 120 тонна деп. Солны неғұрлым осының бәрін сақтаған сайын аламыз. Міне жерде көрсетіп тұр. Міне енді минерал тыңайтқыштар қолдануға келдік. Минерал тыңайтқыштар бағана мен айтқандай, ешқандай артық қажеті жоқ. Өздеріңіз қайсы келеді? Міне. Қанттың негізі біз бағана айтатымыз сапалық көрсеткіші, қанттылығына. Сол себептен енді болашақта егер заводтар сондай бір не көзқараста болатын болса, тоннажға және сапалық көрсеткішіне жұмыс істейтін болса, онда ол соответственно үшін не істеу керек? Уже оның қанттылығын жоғарылату керек. Сондай сорттарды, будандарды себу керек. Мысалы, қазір біз айтып жатырмыз, тоннажбен есептейміз. Мысалы, сіз 1 тонна бересіз, сол 1 тоннаға соответственно ол ақшасын береді. Ал кейін ол сапалық көрсеткіш болса, мысалы 13% стандарт болса, 14% болатын болса қанттылығыңыз, сіз басқа суммамен өткізетін боласыз. 15% болатын болса, тағы үстеме қосылады оған. 16% болатын болса, ол тағы үстеме болады. Өйткені бұл неде? Бұл тікелей заводқа келген 1 тонналық бағана қант қызылшасының тамыр жемесін өңдеген кезде шығатын қантқа тікелей байланысты. Сол себептен ол сапалық көрсеткіш қанттылығы соған байланысты. Міне топырақтың азот, фосфор, калий бар жоғын үнемдеу, тексеріп отыр. Ерте көктемде, сосын күзде. Ерте көктемде міндетті түрде бір рет көруіңіз керек жердің жағдайын. Қалай? Не болып жатыр? Олда қандай соответствующий нелер бар, элементтер. Міне енді бағана айтып отыр, маңызды тыңайтқыштар топырақ бетіне біркелкі таралуы, әйтпесе өзінің біркелкі дамуы байқалмайды. Енді біркелкі кей кезде тасталынатын болады. Кей кезде біркелкі оған рыхление арқылы берілетін болады. Мысалы, мен бағана айтып жатқан нелер, бағанаға листовой подкормкалар. Олар біркелкі жұмыс істейтін болады листовой аппаратта. Сіз қалай себесіз, бүркіп өтесіз, солай ол жұмыс істейді. Міне азот үстеме қолдану үшін шешуші болып табылады. Міне агот кезеңді тыңайтқыш түрінде қолданылады. Жоғары қарқынмен 130-160 кг практикалық қолдану. Енді бағана айттым, мен 150-ден біз 300 кг гектарына береміз мысалы. Действующий веществосы, если российский производство болса 34%, ал қазақстанск болса 42% болады. Міне тыңайтқышты енгізу. Міне енгізу. Бағана қандай немелер. Міне біз жағына қарап тұрған жақсы. Мынау да міне бір далалық жағдайда түсірілген не ғой, сурет қой. Көрдіңіздер ме? Топырақтың қалай қауіпсіздік беріп жатыр. Осыдан бір рет өттік, біз ортасын бағанағы андай культиватор арқылы тастап өтті де, өстіп көтеріп кетті. Бір жаңбыр жауғаннан кейінгі көрсеткіш қой. Қалай шығып жатыр, көріп жатсыздар. Міне мына жерде біздер бағанаға көрсетіп жатырмыз. Мына суретті көріп жатырсыздар ма? Кей кезде болады, біз енді культиватордың өзі қазір кей кезде бір 70, 50, 40 сантиметрге неғып атамыз ғой, келтіріп атамыз ғой. Автомат түрде егер сіз 50 сантиметр кереңдікте қолданасыз бағана қатаралықта. Егер соған сіз соответственно сол культиваторыңыз дайындап қойсаңыз, жылда сол ешқандай бір қиыншылық туғызбайды сізге, егер қызылшаға арналатын болса. Міне химиялық өңдеу енді. Міне химиялық өңдеу. Міндетті түрде, міне химиялық өңдеуде бір басты талап, агротехнолог талап қолданасыз, сіз химия қолданасыз. Міндетті түрде сіз білмейсіз ғой енді, келген аппаратты, ол аппаратты міндетті түрде жуылу керек. Бір-бірімен араласып кету керек. Кей кезде болады, баковый смесь жасауға болады, химиялық препараттар бір-біріне қосуға. Кей кезде болады, бір-біріне қосуға болмайтын нәрселер. Осыларды алмастырып алмау керек. Сонымен бағана біркелкі болу керек, кемшіліктері жоқ, құрғақ алқаппен жүруіңіз керек. Енді көбінесе ерте немесе кешкі құрым жасайды. Өйткені температураның көрсеткіші жоғары болмау керек. Егер сіз нағыз шаңқаған түсте обработка жасайтын болсаңыз, оның сізге несі эффектісі болмайды. Енді оны сіздер білесіздер ғой енді. Ол ары қарай жүрген сайын неғұрлым салқында, ол соғұрлым өзі өсімдікке тікелей әсер етіп алу керек.
Мысалы арам шөпке қарсы болсын, неге қарсы болсын, бірдей не керек. Міне, қант қызылшасының мынандай нелер ол міндетті түрде кездеседі. Мен мысалы ширица, марбелая, өйткені мыналарды мен қазақшаға аударып көрдім, бірақ енді бұл латын тілі ғой. Сол себептен сіздер кешірім сұраймын. Латын тілінен аударған енді как-то дұрыс қазақшаға болмайды. Сол себептен осылай қалдым. Міне қараңыздар. Міне ширица, марбелая, шестиник, винок полевой деген көп мысалы. Көп жерде кездеседі. Овсюкті де білесіздер ғой енді. Овсюктің өзі как будто мен кей кезде ойлаймын бір күріш бар ғой. Күрішті білген шығарсыздар, енді күрішті көріп жүрсіздер ғой. Сол күрішпен кей кезде ажырату қиын соны. Бірдей болып кетеді. Шашу да бірдей даже. Өсу де бірдей, и сыртқа қалыптасу да бірдей болып кетеді. Міне, амброзия, асот полевой, горчица полевой. Енді бұлардың барлығы қараңыздар. Бұлардың бәрімен күресу жолы бір жылдығы бар ішінде, көп жылдығы бар. Бұлармен күресудің жолы бірінші бағанаға ауыспалы егіс сақтау, екінші топырақты уақытылы өңдеу, үшінші осы химиялық жолдар ғой. Қандай препараттар қолданасыз, соған соответствующий осы не болады. Міне жерде беріп тұр енді көз көктем, өңгеннен кейін қандай қолы. Біз мысалы өңгеннен кейін бицепс гарант деген бар, бетанол эксперт деген бар. Бұларды мысалы 3 литр гектарға. Сосын мына жерде кездескен міне бір жылдық нелер, 2 жылдық. Сосын мына лантрер деген бар. Клапираль. Ол өте жақсы жұмыс істейді. Өзі білесіздер, бұл основной бағана сіздерде кездесе ме тікенек. Дүрнишік дейді ғой. Бар ма ондай дүрнишік? Осы дүрнишікке лантрел, самурай өте жақсы көмектеседі. Максимальный дозасы 1 гектарға 160 грамм ғана порошок түрінде беріледі. Сразу әсер етеді. Мен өзім көзім көрді. Өйткені мен қызылша жерде жұмыс істедім бір жарым жыл. Сол кезде сол кісілерде сол именно дүрнишік қаптап кетті. 2 рет обработка жасадық, дүрнишіктің сразу тоқтауы басылды. Неғұрлым бұлар тоқтап тұрады, момент береді 10-15 күн. 10-15 күн кезде қызылша жапырағын жайып алады болды. Қатаралық тоғысып кетеді, одан кейін ешқайсына бой бермейді. Мына кәсіби бағдарламасы енді көріп тұрсыздар, себуге дейін қандай қорғаулар. Осылардың барлығы енді мен мына қарап тұрмын, мына берілген заттардың барлығы біздің немізде бар ғой, енді Қазақстан қазір қолданып жатқан. Сәткесінше тіркелген бізде, қолданысқа берілген қызылшаға қатысты міне. 1 жылдық көш жарнақтылармен, 1 жылдық асыл тұқымдастарға, міне жерде міне қызылша бүргесі, биттер, біз тұмсық. Бұл жерде қызылшада тағы бір айта кететін, осы вегетациясына келесіз, екінші қос жапырақ қалыптасқан кезде, кей кезде болады. Қызылша ауырып тұрған жоқ сияқты, сыртқа формасы. Бірақ өсу көрсеткіші төмен деген сияқты көресіз өзіңіз. Оны бірден қарайсыз, сонда несі бар ғой, жапырақтарын, сол жапырақтың ішіне жапырақтары тесіледі, ол бір. Екінші, бұтағы бар ғой, жапырақтың қалың жағы, сүйерге бүрге кіріп кетеді. Сол тамырдың ішінен бүйтіп сорып отыратын болады. Сізге сыртқы бейнеге көрсетпейді. Ал бірақ нағыз көрсететін аурулар бар, қазір мен тоқталып кетемін оларға кейін. Циркоспороз, мысалы жапырақтың несі. Ақ ұнтақ. Прямо жапырақ ағары беті ақ ұнтақ бар ғой, сол сияқты жабылып кетеді беті. Сол ауырған кезде. Одан кейін ризомания, ол тамырдың бағанағы шашақ тамырлар болып қалады. Карниет, осы нелердің барлығы соответственно тұқымға бағана не қылады. Міне, мойын шірігі деп жатқан. Міне бағана сіздерге айтып жатқан карниет. Қараңыз, бұл өсті, міне. 2-4 қос жапырақ шығартпаған көріп тұрсыздар. Міне 2 қос жапырақ шығарып тұр бұл. Міне 4 қос жапырақта, міне белгілі білінбейді, міне көрдіңіздер, мына уже екінші, мына осы неде стадияда уже солыққан кезде, міне мына жерде мойыннан шірік пайда болады. Оны сіз үлгермей де қаласыз кей кезде. Ал кейін бұл біреулер айтады, ауырады, одан кейін тұрады деп. Ауырады, бірақ кейінгі көрсеткіш қалай, тамыр, қандай қалыптасады тамырда. Сіз соответствующий андай равномерный корнеплод аламайсыз. Өсі мынандай шірік пайда болады да бөт. Соны алдын ала бұл неге тікелей байланысты? Сіз север кезде тұқымның дәрілеуіне байланысты. Егер интексидпен, фунгицидпен дұрыс дәріленетін болса, зиянкестерге қарсы интексидпен, онда мұндай аурулар көп кездеспейді. Міне ақ ұнтақ. Бағана сіздерге айтып жаттым ғой. Аға, сіз дұрыс айтып жатсыз, көрдіңіз ба? Тесік, бетінде ағы бар, міне. Как будто болған бір ұнтақ жағып қойған сияқты. Бұл жапырақ ауырады. Жапырақ ауырғаннан кейін соответствующий жапырақ аппаратымен жұмыс істейтін болғаннан кейін қызылша не қылады? Өнімділікке тікелей әсер етеді. Бұл жапырақ қалыптастырып өстіп ауыруы мүмкін, бірақ тамырға ары қарай не қылмай қалады. Тамыр дамымайды. Мен айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде. Міне, ризомания. Ризомания сыртқы формасында ештеңе білдірмейді.
тоже өседі, бірақ кей кезде астыңғы жапырақтар шіріген сияқты болып көрінеді, түсіп қалады. Бірақ кей кезде естественно несі бар. Қызылша өзі бірінші қос жапырақ шығарған 4-6 жапырақты қатаралық тоғысу кезінде астыңғы 6-8 жапырақ түседі. Ол өзінің заңдылығы. Одан кейін барып жаңа жапырақтар шығады. Одан қорқудың қажеті жоқ. Кей кезде болады ғой. Ойбай, астыңғы жапырақ түсіп жатыр, мен уже қызылшам бағанағы не қылып жатырмын. Жоқ. Мына көрдіңіз бе міне? Бұл аурудың бағана зақымдалуы. Бұл да өседі, бірақ өскен кезде мынандай шашақтылар көп пайда болады тамырда. Топырақпен бірге жабысып, шықпай сөйтеді ертең өмір. Міне мынау зиянкестер. Міне бағана мен айттым, міне сиглашин долгоносик, сиглашин бложка, міне листовой тля бағанағы. И сосын совка. Мен бағана айтқан міне совка. Міне мына долгоносик. Осылардың барлығы міне көрдіңіз бе? Қалай әсер етіп тұр. Жапырақ как будто бір жиылып қалған сияқты болады да. Кейбір сорттар бар қазірге келіп жатқан. Олардың да сондай бір нелер, өзінше бір генетикалық бір нелері бар. Бірақ самом деле міне ауыр. Міне соответственно жеп қойды. Қызылша аппаратың болды, листовой аппаратын жеп қойғаннан кейін қызылшаға өсу қиындайды оны. Міне мына. Енді мен бағанағы кішкене неге қазақшаға аударған түмде. Қызылша біз тұмсығы, қызылша биті, бағана көбелек. Көбелекте соответствующий жапыраққа спорасын салып кетеді. Ол содан кейін содан ары қарай дамый береді, көбейе береді. Сіз уақытында тоқтатпасаңыз, ары қарай уже неге алып келеді. Бұны арнайы инсектицидтер бар өздерінің. Бағана біз айттық. Мысалы, иә. По всему полю надо ехать смотреть. Жоқ, бірінші басты началасына көресіз ғой, сіз егер осы зақымданып болатын болса. Арнайы бізде или фотосъемка түсіріп аламыз, или болмаса бағана визуальный түрде бірінші бас жағын, екінші бас жағын көреміз, 100 гектар мысалы көретін болса. Егер бұл басына басталып кетсе, міндетті түрде қолға алуыңыз керек. Әйтпесе бұл бүкіл поляға жайылып кетеді тез. Тоқтатып қойын. Бұны бағанағы инсектицид бар, B58 деген бар. 1 литр гектарына. Сол арқылы обработка жасасаңыз, бұл бірден тоқтайды зиянкестерге. Короче, на поле каждый день надо ездить. Ну, не каждый день, но 2-3 күнде міндетті түрде сіз өзіңіздің поляңызды міндетті түрде қарап тұруыңыз керек. Иә, 2-3 күнде. На поле так и так пусть каждый день. Иә, ол сіз енді тікелей неге ауыл шаруашылығымен айналысатын болғаннан кейін, ауыл шаруашылық адамдар күнде сол алқапта ғой. Ол кісілер бір күн сумен айналысады, бір күн арамшөбімен айналысады, бір күн ортасында рыхлениясымен, бір күн күздік бидайға, бір күн жаздық бидайға, бір күн арпаға, бір күн қызылшаға деген сияқты. Қызылшаны қосып қояйық енді. Қызылшаны мен болашақта ойлаймын енді. Себетін болсаңыздар, бізден көмек қандай сорт, қандай ауру болып жатса, даже тікелей түрде жазсаңыздар да біз көмектесеміз. Оған ешқандай не қиындылық жоқ. Иә, бармын. Сол жаққа сұрақтарды. Иә, болады. Жауап беруге мен дайынмын. Мына жерде енді жиын тер науқан. Енді бізде мынандай негізі қызылшаның, білесіздер, КВС деген фирма, неміс мемлекеттің енді. Ол жерде бізден селекциясы 100 жыл, 120 жыл бұрын дамыған. Енді ойлап көрдіңіздер, 120 жылда біз уже бір поколение уже өтіп кетті. Біз енді айналысып жатырмыз, ол кісілер уже бір поколение. Ол жерде де соответствующий міне новый техникалар бар. Бұл мына техника біз білеміз ғой қазір, мына техника қараңыз, батпасында кеседі өзі. Несін бағана корнеплодтың бірінші сеткаға салады. Сеткадан ауына не қылып арқылы, сілку арқылы топырағын сүреді. Сөйтіп барып бункерге тастайды. Ол жерде сіз ешқандай не жұмыс істемейсіз сіз ол жерде. Қазір біз қалай? Бірінші МТЗ тракторымызбен батварез алып келеміз. Батварез қоямыз да, батварез кесеміз. Батварез кей кезде биік шыққан тамыры, биік шығып кеткендерді ортасынан кесіп кетеді. Ананы не қылмайды. Бұл өзі автоматика регулировка жасалады. Жүріп отырады да, өзі рессорлардың барлығы воздушный рессор. Көріп отырады. Ішінен егер қызылша жоғарыға себіліп, үстіңгі тамыры жоғары көтеретін болса, жоғарыға алады. Сондай біз техникаларға міндетті өтуіміз керек. Сосын бір жақсы жері, қызылшаны мысалы айтып жатырмыз ғой, техника болсын, не қылмасын, бұл дақылдың -3, -4%-ға дейін қорықпауыңызға болады. Бағана болады ғой, бір уақытында жинамай қалып, бір ортасына жаңбыр жауып кетіп, артына бір азғандай қар жауып, бір -1-2 градус, оған қорықпайды. -5, 4-5 градусқа дейін шыдай алады. Сосын тағы бір айтатын нәрсесі, бұл қараша, қазан айында ғой, енді қазан айының бірінші декадасында, екінші декадасында жиналады. Кей кезде айтады, 165 күн вегетациясы жетті, мысалы, қазан айының бірінші онкүндігі, неге бірінші жинап алмаймыз деп. Бұл да бір ерекшелік. Неғұрлым суық түсіп, бір суық түскен кезде қызылшаның листовой аппаратына команда береді.
что суық келді деп. Ол бірден өзінің ішкі несі бойынша қанттылық бар ғой, соны кәдімгідей не қылады. Сабоны жібереді ішке қарай. Сөйтіп ол қанттылық кәдімгідей қалыптасады. Сіздер салыстырып көріңіздер. Мен даже өзімде эксперимент жасап көрдім. Тамыз айының аяғында жиналған қызылшада қанттылық қанша? Ал бағана қазан айының 2-ші декасында жиналған қанша? Мысалы, тамыз айында мен алдым 11,4%. Мысалы, қанттылығы. Ал мен қазан айында алып отырмын 14,2%. Ойлаңызшы, қанша процент қанттылығы? Сапа қаяқта. Осының барлығын сақтайтын болсақ, біз мысалы қазір Жамбыл облысы ауданында мысалы қызылша өсіруге мен қолайлы деп есептеймін. Топырағы да бір қатты не емес топырақ. Бұл сіз айтқандай бағанағы топырақты неғұрлым қалыптастырып, бағана осындай техникалық сәйкестіктерді сақтайтын болсаңыз, міндетті түрде аласыз. Өзіңіздің неған, мысалы межеге қоясыз, мысалы жоспарлайсыз. Мысалы 50 тонна аламын, 60 тонна аламын, 70 тонна аламын деп, оған сіз міндетті түрде жетесіз. Оған жоқ. Міне мына техникалар. Енді біздер жаңадан енді ана білесіздер ғой, үлкен фондтар неғып жатыр, қаржыландырып жатыр. Сол себептен біздер биыл 3 жөндер алдық. Өстіп осындай бір 2 арнайы не заказ беріп жатырмыз. Біз үлкен программаларды әзір жұмысын алып жатырмыз. Сол себептен бізде болашақта бұлар болады. Содан кейін барып міндетті түрде. Қазір бұдан басқа тағы Түркия мемлекетінің банда не тіркелмелі. Бағана айтады ғой, прицепной деп қояды. Сол тіркелмелі нелері де бар. Ол да ешқандай несі жоқ, кемшілігі жоқ. Онымен де жинап алуыңызға болады. Сол себептен неғұрлым жақсаласыз. Енді экономикалық тиімділігін есепті көріңіз. Егер 40 теңгеден оған болғаныңызда, сіз соответственно, если 60 тонна 1 гектардан алатын болсаңыз, 50 тонна алыңыз жарайды средний. 10 гектардан уже қанша аласыз? Біреуден 50 болады біз, 500 тонна. 500 тоннаны средний есептеңіз 40 теңгеден. Соған сәйкесінше шығады. Сіздің жіберген, алдын ала жіберген ол кісілерге бағанағы механикалық жұмыстардың шығындары бар, бағана суға кеткен осылардың бәрін есептеген кезде сіз кәдімгідей неге шығасыз? Тиімділікке. Мына бағанағы сіздер чатта бармын. Мен сіздерге әрқашан көмектесуге дайынмын. Мен мысалы сіздер егер осылай болып жатыр, мынау жерде бірдеңе болып алды десем, мен сіздерге адамдар сомен айналысатын, не болса сол мысалы химия жағынан бере алатын. Мен өзім технология жағынан, өсу жағынан, өну жағынан, бағанағы даже мына неғып жатқан, ауырып жатқан өсімдіктерді көріп беруге нем бар. Егер доступно видео звонок жасаңыз болмаса, суретке түсіріп жіберіңіз, мен сізге жауап беруге дайынмын. Фото. Айта беріңіз. Бар, айырмашылығы былай. Мысалы, қазір былай. Биылғы осы уақытқа дейінгі келген тұқымды мен айта алмаймын, бірақ мен биыл өзім жасаған экспериментімді сізге жауап берейін. Мысалы, былай ғой, түсіндім. Шетелік 140 тонна. Мен мысалы қант қызылшасының потенциалы 140-150 тонна қант қызылшасы дегенге қанттылыққа. Мен аса қатты енді сенбедім. Мысалы 150 тонна потенциал. Бар потенциал. 120 тоннаға дейін потенциал. Мен Америкада көрдім 130 тонна алған. Ол бірақ модифицированный тұқым. Ол бәріне устойчивый, глифосатқа устойчивый. Глифосат деген білесіздер ғой? Ол бүкіл американский семя. Американский семяның қазір тестерин деген бар. Тағы басқа түрлер бар, олар бірақ потенциальный урожай 130 тонна деп көрсетеді. Бірақ білмеймін, мен 150 тонна, мен өзім естімедім, бірақ 150 тонна алған шығар, дұрыс шығар. Бірақ бір нәрсені біз түсінуіміз керек, егер неғұрлым сапалық көрсеткіш болатын болса, ол соответствующий, значит 150 тонна, оның қанттылығы 10-15%-дан аспауы мүмкін, 10-12%-дан мысалы. Не факт, бірақ оны бәрі тексеру керек. Ал біздегі өскен қазір, біздегі тексерген екінші-үшінші поколениясын берді ғой деймін биыл бізге. Сәл несі слабый. Схожесть слабый болды. Әкелген тұқымдаршы. Біз сеуіп көрдік. Бір шетелдің бір тұқымы, маған бір неғымағаны, шетелдің тұқымы корневой гнилға тез неғып кетеді, беріліп кетеді. Өйткені ол біздің условияда зерттелмеген ғой. Бізде резкий континент суық болады, ыстық болады. Осы моментті олар қалыптастырмағанда, оларда қоңыржай климатта өсірген бір моменттер. Біріншіден. Екіншіден, кейбір тұқымдары өздерінің биыл білген шығарсыздар несімен келеді. Дополнительный гербицидмен бірге келіп жатыр. Өзіңмен бірге гербицидін себесіз, олардан іштен не алмайсыз деп бағана. Ешқандай арамшөп шықпайды. Бірақ естественный путта арамшөп шығады.
мысалы практикада мысалы практикада болды. Мысалы жүгінейік. Мысалы өзіміздің будан бар, пионер бар. Екеуінің арасы жермен есімен келіп жатыр жаңағы. Енді мен сізге осы жайға бір нәрсе айтайын. Маған осы бір 2 апта бұрын бір кісі келді, Түркістан облысы бір несінен. Ол кісінің маған айтқаны жоңышқа туралы болды. Енді сізге сәл жауап беремін қазір. Жоңышқаның бағанағы новый жақсы бір 4000 теңгеден килограммы болды ғой, жемді кәдімгі неден түскен, таудан түскен мал жемей қойды дейді. Әзірде қолына салып отыр, қыс қой енді. Суық 20 градус жемейді дейді. Неге жемеу мүмкін? Көрдіңіз ба? Оның іші, значит, бір определенный бір нәрсесі өзгертілген. Тек өсуге ғана процесс жасап қойған. Ал өзіміздің жоңышқаны салам дейді, жеп тастайды дейді. Вот көрдіңіз ба? Енді ал бірақ енді мен мысалы айтуға қорқам. Ол тұқым бізде модифицированный тұқым бізде Қазақстанда запрет. Оны егуге болмайды. Модифицированный тұқымды. ГМО. Тұқымды сеуге болмайды. Оған ол модифицированный тұқым деген сөз, значит, сол өсімдік ішіндегі бір гені өзгерілген. Мысалы, неше түрлі ген. Ол біз білмейміз ғой, біздің организмге түскен кезде қандай бізде кері процесс жүретін. Оны біз білмейміз. Біз оны не қылмаймыз? Освоить етіле ме, етілмей ме? Ал ол түгел глифосатқа устойчивый. Сіз оған даже тарнада сеуіп өтіп кете бересіз, қызылшаңыз орнында қала береді. Ол одан кейін қандай тамақ? Біз мысалы біз қазір қаймақты, натуральный қаймақты ұмыттық. Білесіз ғой? Натуральный қаймақты ұмыттық. Баған дискуссия болғаннан это натуральный. Мысалы мен сізге бір таза бір эксперимент келтірейін, енді осы жерде бәріміз спорласамыз, ол сүт. Сіз қайдан көрдіңіз сүтті? 1 жыл сақталатын сүтті. Сүтті сіз ашып қойыңызшы, ашымайды сүт. Сіз ашық күйінде қалдырып кетіңіз сүтті 1 күн, 2 күн. Сүт суығынша сақталып тұрады. Ол өйткені сүттің іші соевый біріншіден. Неге Қытай бізден сояны көп мөлшерде қабылдайды? Өйткені халық көп азық-түлікпен қамтамасыз ету керек. Сол себептен соядан барлық нәрсе жасалады. Сіз қазір сояның етімен мына сойылған малдың етімен айырмашылық жасай алмай қаласыз кей кезде. Бірде-бір. Тек сояның етінде сүйектердің қалыптасу процестері жоқ. Мысалы, жілікті аласыз, жамбас жілік не, оны енді сояға келтіре алмайды ғой. Чисто мягкий ретінде сатады. Ал егер сіз сүтті, мысалы, естественный сүт 1 күнде ашып кетеді. Ішінде білесіз, неше түрлі кислоталар бар, нелер бар, қышқылдар бар. Ол қышқыл ашылған кезде сразу процесске ұшырайды да, сразу бірден ыдырап кетеді. Енді өзіміз ішіп жүрдік қой. 2-ші күні сүтті қоятын болсаңыз, 2-ші жылы айран болып қалады сүтіңіз. 3-ші жылы шамай қаласыз 3-ші күні, дұрыс па? Ол міне нағыз натуральный сүт деген. Натуральный қаймақ. Біз қаймақтың барлығын не қылсамыз? 3 ай, 4 ай сақталатын қаймақ, ол қандай қаймақ? Ничего толку нет было? Ол организмге түсуі мүмкін, сіз өзіңіздің паттерніңізді қолдануыңыз мүмкін, бірақ организмді жақсартады деп атамаймын мысалы. Мен тікелей. Только толку, вот вы можете и вред быть еще. Өзімізді өнімді пайдаланасыз. Өзімізді өнімді пайдалансаңыз, ол өзіміздің, мен мысалы сол ғылыми зерттеу институтында істеймін ғой. Сол жерде шекер деген жаңа сорт шығарып жатырмыз біз. Шығыңыз, жаңа шекер деген сорт бар. Биыл біріншісіне қалды. Мен бағана өздеріңізге тағы бір айтып кеттім ғой. Бұның совместимости өте нашар. Бір-бірімен неқып кету, бір-бірімен бағанағы бейімдесіп кету. Сол бейімдескеннен біз сұрыптап, 4-ші жыл ғана бірінші номер аладық. Шекер деген қазір шығарып отырмыз. Оның несі ешқандай емес. Мен даже обработканы да мен жасап жатырмын қазір. Мен пол дрожжи жасай аламын, дрожжи жасай аламын, сыртқыны жартылай қаптай аламын. Осының барлығы бізде аппарат әкелдік, істеп жатырмыз. Просто бізде қазір логистика емес, не? Реклама бағанағы. Біздер мынандай қалыптасып қалған. Шетелдің тұқымы бізге күшті. Біз только шетелдің тұқымын сапсақ, бағана огромный өнім аламыз, не аламыз. Ол неден кішкене қойымыз керек. Өйткені не? Біріншіден өзіміздің тұқым болу керек. Ол өйткені ертең ген банктарды сақталып тұр ғой тұқымымыз. Ертең біздің Құдай сақтасын, ертең бір күні граница жабылып қалатын болса, біз тұқымды қайдан аламыз? Кімге зависимый боламыз? Тұқымды кім береді бізге? Мысалы, мен мына элементарны айтайын, қызылша туралы, өзім қызылша мысалы. 2017 жылы бір пассивный единица КВС-тікі 38.000 теңге тұрған. 17 жылы. 38-40 мың арасында. 2018 жылы 48-54 мың теңге болды. 2019 жылы 54-64 мың теңге болды. Биыл 80 мыңға дейін шықты бір пассивный единицасы.
даже не он поднимает. Тенге падает. Жоқ, теңге падает, дұрыс қой. Мысалы, өзіміздің өнім бар. Мысалы, біздің бір пассивный единица 20 мың теңге. 3 жыл болды біз целевой немен көтерген жоқпыз. 16-20 тысяч, да. Иә. Сол себептен, егер сіздер қарап тұрыңыздар, егер сол тұқым бірдей беретін болса, бірдей айырмашылық жоқ болатын болса, соны соответствующий 50 тонна алатын болсаң, сіз неге ол шетелдің тұқымын сеуіңіз керек? Біріншіден отандық тұқым, екіншіден сіз білесіз, ол ешқандай зиянды емес екенін, арнайы типа мамасымен, отцовский линиясымен скрещетіп, табиғи жолда, кәдімгі ғылыми жолда алынған дүние екен екенсіз. Ол синтетика емес. Ол мысалы қазір бидайдың өзінде синтетикалар бар. Білесіз ғой синтетика. Ол значит ішіндегі бір генін өзгерткен, ол бүкіл нені қалыптастыру керек. Я мен түсінемін халықты немен қамтамасыз ету. Бірақ не басқа мемлекеттер органикаға өтіп жатыр? Не үшін өтіп жатыр органикаға? Ол өйткені түсінеді, ол естественно қалыптастыруымыз керек бәрібір біз. Бұрынғы нәрсені, дұрыс па? Соған жетпесек те соған жақындауымыз керек. Міндетті түрде. Өйткені қазір жайылымыз бар, Құдайға шүкір. Шөбіміз бар. Бізге, мысалы, Қазақстанның жері сияқты байтақ жер енді көп мемлекетте жоқ қой, мысалы. Францияның өзін алып қараңыз. Қазақстан 9 Франция кіріп кетеді ішіне. А олар қандай нәрсе істеп отыр? Қаншама не халыққа неғып отыр? Сол сияқты бізде қалыптастырсақ оны алмайтын нәрсе жоқ. Барлығын ғылыммен, осы шаруашылықпен бірге жұмыс істеуіміз керек. Етене. Сіздер айтасыздар, мынандай бізде осындай ұсыныс болып жатыр. Сіздер қалай қарайсыздар? Біз өзіміздің бере алған көмегімізді айтасыздар. Мысалы, сіздер басқаша көрсеткіштер бере аласыздар, мысалы. Мынау былай өсіп тұр, мынау былай өсіп тұр. Екеуінің айырмашылығы бар. Енді барлығы експеримент түрде. Ғылым неғұрлым дамиды, бірақ шаруашылықтармен бірге қосып дамыса, онда жұмыс болады. Біз етене жұмыс істесек, онда жұмыс қалыптасады. Онда біз шынымен-ақ өнімділікті де көбейтеміз. Мысалы, Қызылчан 100 гектарға сіз егер еуіп, сізден одан экономикалық тіліңнен өзіңіздің прибыліңізді алатын болсаңыз, сіз неге оны келесі жылы сеппеске? Дұрыс па? Егер жаныңызда сбыт бар болса, алатын нәрсе болса, осының барлығын қалыптастырып тұрса, міндетті түрде егу керек. Бастысы нәрсе, біз айтқан азғандай нәрселердің етап-етаппен соны сақтау керек та, артық нәрсені қолданудың қажеті жоқ. Өзінің барлығы несімен, орнымен қолданатын болсаңыз, осындай өнім алуға сізге тікелей не бар, жағдай бар.